Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге экспресс шелпек деп атаймын, тез дайындалатын және дәмді болып шығатын шелпек рецептісімен бөлісемін. Ол үшін керек ингредиенттер: ол айран, қаймақ, сұйық май, тұз, ас содасы, жұмыртқа, және ұн. Аталған ингредиенттердің бәрін қосып қамыр илейміз. Қамыр осындай қолға жабыспайтын қалпында болу керек. 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр дайын. Қамырды тең бөліктерге бөліп жаямыз. Қамыр жабыспау үшін және жайғанға ыңғайлы болу үшін оны себеміз. Келесі кезек: табаға май, сұйық майды құйып қыздырамыз. Алдын ала шелпекті осылай жайып аламыз. Жайған қамыр өте жұқа және жуан болмау керек. Сұйық майдың қызғанын осылай сіріңкен таяқшасынан білуге болады, немесе иісінен білуге болады. Алғашқы салған шелпегім осылай ортасы көтеріліп, жан-жағына май шашыраған болатын. Сондықтан келесі шелпектің ортасын пышақпен кесуді жөн көрдім. Осы рецепт бойынша шелпек өте дәмді болып шығады. Еті қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.